Ұйықтап жатсам, кухнядан тарс-тұрс дыбыстар шығады. Не болып қалды деп ен тұрайын жатсам, Дархан тұрмай Нұр деп ан жақтан айғайлайды. Завтрак алып келдім деп. Мен завтракты еще орнынан тұрғызбай, осы жақтан тамағыңды ішіп ал деді. Ан жақта балаларға өзі тамағын берді. Сонымен дейтін тез-тез балалармен киініп, біз деген бар ғой, балаларды киноға кіргізіп жібердік. Почему-то ол жерде түсірмеппін. Сосын мына жерде кіргізгеннен кейін 1,5 сағат уақыт өткізу керек қой. Жаңа аралап жүрдік бутиктерді, балалар шыққаннан кейін оларды үйге апарып тастадық та екеуміз қыдырдық. Қыдырғанда біздерді білесіздер ғой, кофе, капучино сол ішетініміз. Кстати, осы глобуста кофе іштік қой, осы екеуі 1300 теңге тұрды. Соған дейтін ішіп алып, еще дәмі күшті екен бар ғой капучиноның. Одан шығып, алдында Дарханға подарок алып берген жоғым, тек ақшасын бердім деп едім ғой. Соған бұл аяқ киім қарады қысқаға. Неге аяқ киімге тоймайды ғой әйтеуір. Сонымен ол таңдады, ұзақ таңдады. В общем, 2 точкасына бардық жаңағы магазиннің. Үйге келіп мен кешкі тамаққа кірістім. Жылы суға 1 жұмыртқа, тұз, дрож бәрін қосып араластырып, ұн қосып, тесто дайындаймыз. Оны сосын 1,5 сағатқа қойып қоямыз, сыртын майлап. Содан кейін мына жерде бар қандай овощтар бар, бәрін турап, сосын соңғы кезде бар ғой, мен филені көп қолданамын. Почему-то маған ұнап жүр. Сонымен дейтін жерде начинкасын дайындап жатыр, барлығын қуырып, ішіне жаңағы томатын салып, специясын салып, соусын құйып, бұқтырып, ол дайын. А енді мына тестісі мына 1,5 сағаттан кейін көтеріледі, өйстіп жаңағы неге монтажерға салып 40 минутқа қайнатамыз. Сөйтіп тамағымыз дайын болып, тамағымызды ішіп демалдық.